Қымбатты достар, сіздерге роботқа байланысты қандай тәуекелдер бар, қандай рисктер бар, оны қалай біз бағындыруымыз керек, ережелері қандай, осыны көрсетейін. Енді біздің салада жалпы роботтан ақша тауып жатқан адамдар аз емес бар, бірақ бұл жерде банктағы депозит сияқты ақшаны салып қойып, тыныш өзінен өзі ақша келіп түспейді. Бұл жерде табыстар да жоғары, сонымен қатар рисктер де жоғары. Сіздер көріп тұрсыздар, жалпы депозит $1472 тұр. Просадка 51,57%. Просадка деген ұғым, міне 16 сделка ашық тұр ғой. 13 сделка байға, 3 сделка селға. Баға қазір міне алтынның карточкасы 4672. Бір унция алтынның $4672. Просадка мысалға $759 бұл саудада тұрған ақша. Общий депозиттің ішіндегі ақшадан $759 саудада тұр. 16 сделка ашылған, соның ішінде тұр. Енді просадканың бір түсіретін кездері 50%-ға жетті ма, біз үстінен 100% долив жасаймыз. Долив деген депозиттің үстіне $1472 осындай көлемінде 100% қосамыз. Ол не үшін? Ол әрі қарай сауда жасалыну үшін депозитқа күш қуат беріп, усреднение жасап, өзінің стратегиясымен әрі қарай плюсқа шығып, сделкаларды бәрін жабу үшін. Достар, мына жаңағы мына роботтың мынау тікелей алгоритм саудасы, тікелей барысы. Мынау график көріп тұрсыздар. Мына жерде астында қай күні ашылған сделкалар барлық жазылып тұр. Мысалға, ең алғашқы ашылған сделка мынау алтынның 29 январь, баға ол кезде 5516 болған. Енді қараңыздар, неге бізде просадка өседі? Бізде 51% просадка тұр. Мына жерде үстіндегі ашық тұрған сделка, баға мына жерде болғанда 29 күні сделкалар ашылған. Ол кезде баға 5516 болған. 30 күні баға резко құлады мына жерге дейін. Сонда баға 4497-ге дейін құлады. Ол деген сөз қайда әжептәуір $1000 баға құлаған. Соған байланысты мынандай просадка өсетін. 50%-ға дейін бар. Енді ол неге түспей тұр? Өйткені баға әлі толық өзінің деңгейіне жеткен жоқ. Әр астыға түскен сайын коррекция ретінде бізде усредняющий сделкалар ашылды. Енді мына баға, қазіргі баға, мына жерде қарасаңыздар, 4672-де тұр. Бүгінгі баға осындай. Мына баға өзі траекториясымен келіп, өсіп мына жаққа жетеді. Сол кезде мынау сел мен байдағы ашылған сделкалар плюс-минусымен есептеп отырып жабылады. Сделкалардың барлығы плюсқа жабылады. Осы орайда просадка өскен кезде біз долив жасаймыз. Үстінен ақша саламыз. Сол кезде әрі қарай сауда жасауға бұның күш қуаты болады. Егер де сіздер долив жасамасаңыздар, контроль жасамасаңыздар, мынау просадка әрі қарай төмен түсе беретін болса, егер де баға төмен түсе беретін болса, мына жерде көрдіңіздер, баға мына жерде 4000-ға дейін түскен. Егер де мына баға төмен түсе беретін болса, просадка 100-ге дейін өсе береді. 100-ге дейін өсе бергенше біз іс-шара қолданбасақ, ол біз ақшамыздан айырылып қалдық деген сөз. Ақша сливқа кетеді. Сондықтан біздің роботтардың саудаларында банковский депозит сияқты тынышпен салып қойып, күнделікті стабильно түсетін бағыт емес. Бұл жерде тәуекелдер де бар. Сонымен қатар табыстар да жоғары. Осы жөнінде барлықтарыңыз түсінулеріңіз керек. Робот алатын кезде осындай тәуекелдер бар екенін білулеріңіз керек. Оның ережелері бар екенін білулеріңіз керек. Және егер дайын болсаңыздар, келіп саналы түрде шешім қабылдайсыздар. Дайын емес болсаңыздар, онда сіздерге бұл робот бағдарламасы келмейді. Сондықтан сұрақтарыңыз болатын болса, астына жазыңыздар, жекеме жазыңыздар, комментарияға жазыңыздар. Жалпы осы бағытты білгілеріңіз келсе, алдымен үйреніп алуға да болады, түсініп, сұрақтарыңызға жауап алуға болады, содан кейін артынан шешім қабылдауға болады. Барлықтарыңызға іске сәт.